Ассалаумағалейкум достар, бойсүру программасының екінші бөлімі шықты. Бірінші бөлімі шыққан кезде көп адамдар сенбеген еді. Бірақ бірінші бөлімінде осындай көбінесе нәтижелер болды да. Инстаграмда өздеріңіз білесіздер, актуальныйға мен шығарып отырдым, историяға салып отырдым. Адамдар қаншалықты бір аптаның ішінде, 2 аптаның ішінде, 3 аптаның ішінде тез бойларын өсіре алатынына. Яғни ол нәрсе жаттығулар жасау арқылы, питанияға мән беру арқылы, пайдалы кеңестерді орындау арқылы адам өз бойын өсіре алатынына мен сіздерді сендіріп жатырмын. Инстаграмда менде қазір қарап отырсаңыздар 118 клиенттей бар. 118 клиенттің где-то бір 60% маған өзінің нәтижелерін жазып кетті. Бір аптаның ішінде, 2 аптаның ішінде өсіп жатқан адамдар бар. Мүмкін кейбір адамдар айту мүмкін, сен генетикаға қарсы шыға алмайсың, генетикадан аса алмайсың деп. Бірақ бұл кезде сен айтасың, мысалы, например, ол 16-тағы бала ғой, 15-тегі бала ғой, ол итак өсетін бала ғой деп айта аласың. Бірақ 18-дегі де, 19-дағы да балалар өсіп жатыр. Бой өсіру программасы ол кез келген жасқа арналған, бой өсіруге арналған программа. Білемін, бірақ 30-25 жастағыларға оларға бой өсіру қиынырақ. Бірақ өздері былай через упражнение жасау арқылы 4-5 сантиметрге кем дегенде өсіре алады. Ал жастарға 10 сантиметр, 15 сантиметр, 20 сантиметрден өсіруге болады. Оның барлығы өзінің практикамда жүргізген. Яғни өзім бой өсіру процесі кезінде қандай нәрселерді қолдандым. Және де достарым, мен бір досым бар тұғын, оның бойы бұрын кішкентай тұғын. Ең кішкентай сол еді. Қазір оның бойы өсіп, оның уже бойы среднийға бола бастады. Мысалы, оның бойы бұрын 160-158 болса, қазіргі бойы 170, 171, 172. Яғни 20 сантиметр қоса алып отыр ол. Сол үшін мен сіздерге айтатын, жаттығулар жасау арқылы да адам өсе алады. Генетикаға қарсы шыға алмаймыз. Генетика ол важно болуы мүмкін. Бірақ генетикада қарап қалмай, адамның өзінің подсознаниясын қосып, адамның түпкі жүйесін, миын қосып, сеніп, жаттығулар жасап, шынымен де ойламаған нәтижелерге жетуге болады. Сол үшін бой өсіру программасының екінші бөлімі шықты. Екінші бөлімін сатып ал, немесе бірінші бөлімі бар. Бірінші бөлімі Инстаграмда тұр. Бірінші бөлімін қолданып көр, ұнап жатса екінші бөлімін ал. Сол үшін адам бірінші тәуекелге бару керек деп ойлаймын мен. Адам, ладно, қойш генетика деп тастап, қойш деп андай игнорить ететін болса, ол солай бойы солай болып қала береді да. Сол үшін бізге тәуекел қажет, тәуекел ету керек, сол программаны алып көру керек, программа ұнап жатса, әрі қарай өсіп жатса, екінші бөлімін алсын. Сол үшін мен саған көмектесемін деп ойлаймын. Қазірден бастап бой өсетіне сен, және де Инстаграмға кіріп, маған дайректке жаз, бой өсіру, өзіңнің бойыңды жаз, жасыңды жаз, мен саған айтайын примерно қанша өсетініңді. Ал достар, енді осы видеомен аяқтайық. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ютубқа енді көңіл бөлмей кеттім соңғы кезде. Енді бұйыртса, Алла қаласа, жаңа камера келеді, сонымен жақсы контенттер түсіремін деген ойдамын.